швейный цехтарын ашуға сондай мүмкіндік алды. Сіздерде де тұрақты жұмыс болмай қалған жағдайда жол картасы аясында бұл бағдарламаға қатысуға үкіметтің қолдау шараларын сіздерге де жеткізуіне біздерде қызметкерлер жұмыстанады. Бүгінгі Атамекен палатасы үлкен белсенділігін көрсетіп, жастарды жұмысқа орналастыру бір ортақ шаруа деп, сондай үлкен негізі бүгінгі күні облыста 5-ші форум өтіп отыр. Әлеуметтік әріптестік жұмыс беруші мен оқу орнының арасындағы қарым-қатынасын нығайту мақсатында олар практика ұйымдастыруға, одан кейін сол мекемеде практикадан кейін жұмысқа қабылдау, сол аясында көптеген қазір проблемалар бар. Но оған қарамастан республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен қосымша оқу орнында жұмыс берушінің талабына көтеру мақсатында қазір шаралар тиісті алынып отыр. Екіншіден, мен мекеме басшыларын көп рахмет айтқым келеді. Пока жұмыс беруші өзінің жауапкершілігін сезінбей отыра, үкімет халықты жұмыспен қамтуда өте көп қиындық көреді. Жұмыс берушілер өз вакансияларын ұсыну арқылы таза процесс открытый дегендей сайттарда вакансияларын беру арқылы, сосын халық сол халықты кәсіби шеберлігін бағалай отырып жұмысқа тартса, бұл мен ойлаймын, халықтың арасында да, елдің арасында ешқандай бір қиындыққа тумайды. Себебі бүгінгі күні қажеттілік өте көп мамандарға. Өкінішке орай көбінесе бізде жастарда білім бухгалтерский болса да, мұнай компаниясына барам дейді, юрист болып, мұнай компанияда қызмет етеді дейді. Әрқайсымыз дипломға сәйкес мамандықта көп, қазіргі күні технологтар көп, құрылысшылар қажеті көп, әлеуметтік салада өте көп қажеттілік. Біріншіден, біз көп негізгі мақсат сіздердің жұмыс берушіменен алтын көпір арқылы сіздер әрқайсыңыз бір адам болса да жұмыс мүмкіндігін тауып кетсе, біздерге үлкен, бұл жұмыс әлде де жалғасады. Әлде де біз тамыз айында да, ертең сентябрь айында да бұл вакансия жәрмеңкелерді ұйымдастыра береміз. Рахмет. Келесі сөз кезегі Маңғыстау облысының кәсіпкерлік палатасының директоры Досбаев Шоңғырбай Сұлтанұлына бөлінді. Құрметті бүгінгі жәрмеңкеге қатысушылар. Біріншіден енді ұлттық кәсіпкерлік палатасы құрылғанына көп мерзім өткен жоқ. Былтыр шілде айында елбасының қолдауымен осы палатаға көптеген тапсырмалар тапсырылған. Бұл палатаның негізгі жұмысы кәсіпкерлікті дамыту, кәсіпкерлерге қол ұшын беру, кәсіпкерлердің құқығын қорғау, заң нормаларға өзгеріс кіргізу. Енді кәсіпкерлерге көмек беріп отырғаннан кейін кәсіпкерлер дамып, өздерінің зауыттарын ашып жатыр, цехтарын ашып жатыр, кіші кәсіпкерлік дамып жатыр. Бірақ барлық кәсіпкерлер бүгінгі таңда бір үлкен проблемамен кездесіп отыр. Біз айтып жұмыссыздық бар деп Қазақстанда. Бірақ та сол кәсіпкерлер бүгінгі таңда жаңадан зауыттар құрып жатқан кәсіпкерлер жақсы білімді маман таба алмай отыр. Осының аясында үкіметпен бірлесіп, үкіметтік мекемелермен бірлесіп, Нұр Отан партиясымен бірлесіп, осы жәрмеңкені ұйымдастырып отыр. Осы жәрмеңкеде 30-да жуық мекеме қатысып отыр. Соның ішіндегі 30-ға жуық мекеменің ішіндегі 80% кәсіпкерлер бастап отырған бастамаларда негізінде 500-ге жуық жұмыс орнына бүгін сұраныс бар. Бұл жерде қатысып отырған мекемелер, ғана айтып Гүлмира Мұратовна айтып кеткендей, тек ғана мұнай компаниялары емес, бұл жерде енді елбасы айтып отырғандай, барлығымызда білеміз, басқа мемлекеттерде туризм жақсы мықты дамып келе жатыр. Бұл жерде туризмді дамыту аясында жұмыс жасап отырған. Сол бірден бірі атсалысумен бұл жерде гостиничный комплекстер бар. Сол Нұрплазының мекеме басшылары қатысып отыр. Оларға да бүгін бірлесіп шартта қол қоямыз деген ұсыныстарымыз бар. Басқа да бұл жерде Анек деген компания белсенділігін білдірді.
банк екінші деңгейдегі банктер белсенділігін білдірді. Соның ішіндегі Сбербанк бар, басқа да осы мекемелердің басшыларына алғысымды айтқым келеді. Алға қарай енді мамандар біз біріншіден кәсіпкерге айтып ұсынғаннан көрі өзімізден бастайық деп осы кәсіпкерлер, себебі әр студент, әр маман өз білімін алып шыққаннан кейін, ортадан шыққаннан кейін барлығының проблемасы бар. Көптеген мекемелерде айтып жатады, 5 жылға дейін тәжірибесі жоқ болса, маманды жұмысқа қабылдай алмаймыз. Сонда біз айтып отырмыз, бұл маман тәжірибесі жоқ, оқуды жаңа бітірген маман қайда барып қалай жұмысқа орналасу керек. Сол қазіргі таңда үкіметтің қолдауымен жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша дуалдық системаны құрып жатыр. Сол бірлесіп дуалдық системаны бүгінгі таңда кәсіпкерлермен кездесіп, сөйлесіп, сол мектепті бітірген балаларды, жоғары оқу білімі бар балаларды сол басшылармен келісіп, сол жерде жұмысқа орналастырып жатыр. Енді осы бүгінгі қатысып отырған жұмыс берушілерге үлкен алғысымызды айтқымыз келеді. Барлығыңызға бүгінгі жәрмеңкемізде сәттілік тілегім келеді. Рахмет. Құрметті қатысушылар, ұжымдық шарттарға қол қою рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер. Құс етінің өндіретін тамыз. қалсын, бүгінгі күні келісім шартқа қол қойылып отырғаны бір кәсіпкер, бір жұмыссыз қызды уже бүгінгі күні жұмысқа қабылдаймын деп елдің алдында, ол жұмыссыз болса да мамандығы сәйкес келмейтін шығар, тәжірибесі жоқ шығар. Оған қарамастан мен кәсіпкер ретінде бұл кісіні жұмысқа қабылдаймын, оқытам, тұрақты менде қызмет етеді деп мақсатында ұйымдастырылып отырған сондай шара. Кәсіпкерге сол үшін көптеген рахмет айтамыз өз атымыздан. Buradan жұмысымен Бұл сіздің өміріңіздегі ең бірінші еңбек шартын бір данасы өзінде қалады. Еңбек шартында біріншіден жұмыс орнын табысыңды жазып отыр ма, табысын сұрайыншы. Кәсіпкер неше табыс қойып отыр? 40 мың, сәтті осы 40 мыңнан бастап табысы өсе беріп. Олай болса келесі жауапкершілігі шектеулі серіктестік Берекет мекемесі Ирина Юрьевна Шайхуллина, кадр бөлімінің басшысы, Ақтау технологиялық қызмет көрсету колледжінің түлегі Убайдуллина Айдана шақырамыз. Келесі жауапкершілігі шектеулі серіктестік Каспер Offshore Construction Бахрамеев Олег Сергеевич, бас директорының кеңесшісі. Болашақ колледжінің түлегі Бегеев Асан Шабайұлы.